Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, жаңа 2024 жылдарыңызбен. Сіздермен бірге Азамат жайында бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Шавкат Рахмоновтың болашағы және де UFC чемпиондығы үшін жекпе-жегі, қазақ елінің жаңа чемпиондары, UFC-ге үміткер қазақ батырларының саны артуда және де үлкен серпіндермен дамып келе жатырған қазақстандық ММА промоушендері. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда тоқталып кетеміз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз әлемдік және де жергілікті ММА бокс туралы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Шавкат Рахмонов жайлы сөз қозғайық. Қазақ батыры UFC-дің жартылай орта салмақ рейтингінде топ 3-ке кіріп чемпиондыққа басты үміткер атанды. Көптеген қазақстандық жанкүйерлер Шавкаттың Леон Эдвардсқа қарсы жекпе-жек өткізіп, тезірек октагонға қайта оралуын қалап отыр. Ал Шавкат болса, осы бойынша былай деген: 8 бұрышқа оралу көреміз. Әзірге білмеймін. Бастысы аяғымның жазылуы. Бұл жекпе-жекке ұзақ уақыт дайындалдым. Ендігі кезде жақсылап демалу керек. Чемпиондық белбеу мүмкін тағы бір жекпе-жек өткізу керек шығар. Бірақ кіммен болатынын білмеймін. Немесе де бірден титул үшін болуы да әбден мүмкін. Шынымды айтсам асықпаймын. Бастысы жекпе-жекке жақсы дайындалу керек деген болатын. Шавкаттың болашақ қарсыластарымен жекпе-жек жайлы біз арнайы видео шығарған болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Біраз күн бұрын Шавкат Рахмоновтың менеджері Саят Абдрахмановпен хабарласқан кезде өте қызықты инсайт келген болатын. UFC матчмейкерлері Шавкат Рахмоновты Леон Эдвардсқа қарсы қойып, UFC 300 турниріне қосқысы келеді. Осы бойынша арнайы Саятпен хабарласып, осы туралы әңгіме жүрген болатын. Әлбетте, бұл тек қана келіссөз кезінде болған әңгіме. Сондықтан бұл ақпаратты ресми деп қабылдау қиын. Алайда, бұл болмай от жанбас дегендей, UFC компаниясы қызығушылық танытуда. Демек, Шавкат Рахмоновты UFC чемпиондығы үшін жекпе-жекте көруіміз әбден мүмкін. Иә, сөзсіз, кезекте Белал Мұхаммед бар, қайта оралуға дайын тұрған Камару Усман бар, және де жеңіл салмақтан көтерілетін чемпион Ислам Махачев бар. Бірақ Шавкаттың жекпе-жектері әдемі сөйлеп отыр. Сондықтан біздің ойымызша, Шавкат Рахмонов 2024 жылдың соңына дейін UFC чемпионы болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Шавкат Рахмонов чемпион бола ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. UFC демекші, абсолютті промоушнде жекпе-жек өткізетін тағы да бір батырымыз Асу Алмабаев 2024 жылды нық қадаммен бастауға дайын. Мен 2024 жылы 3 жекпе-жек өткізуге тырысамын. Наурызда, тамызда және де жыл соңында. 3-ші жекпе-жектен кейін үздік 5-ке жақындаймын деген үміттемін. Біздікі ниет, бәрі Аллахтың қалауымен деген болатын. Сонымен қатар келе жатырған жекпе-жегіне дайындығын бастап, қаңтардың соңында Америкаға барып, оқу-жаттығу жиындарын өткізеді. Дәл қазір Асу Алмабаев қазақстандық ММА-ның басты жұлдыздарының бірі. Сондықтан біздің ойымызша, егерде көп үзіліс жасамай, өте сапалы жекпе-жектер өткізсе, UFC чемпиондығына жету оңай болады. Зулфикарға бұл жолда сәттілік тілейміз. Өткен Найза 56 турнирінде қазақ жауынгері Әліби Едіріс керемет жекпе-жек өткізіп, әдемі нокаутпен жеңіске жетті. Бұның арқасында өзіне деген керекті хайп жинап, бүкіл ММА қауымдастығын жолатты. Осы жайлы Найза лигасының президенті Нұрбек Қарабала былай деген: әркімнің арманы болады. Әлібидің арманы UFC. Ол жаққа баруға дайын деп ойлаймын. Визасы дайын. Промоушнмен келіссөздер бастаймыз. Әліби UFC-ге кіруге үміткер болған Ферейраға ешкім мүмкіндік бермеді деген болатын. Біраз уақыт бұрын біз Әліби туралы UFC-ге қосылатын топ 5 қазақ жауынгері атты видеомызда айтып кеткен болатынбыз. Төмендегі сілтемемен кіріп қарап кетсеңіздер болады. Ал Әлібиді 2024 жылы UFC немесе де PFL лигаларында көреміз деген ойдамыз. Батырымызға сәттілік тілейміз. Ал біз жалғастырамыз. Жалғас Жұмағұлов наурыз айында Найза лигасында UFC-дегі бұрынғы қарсыласы Раулиан Пайвамен реванш өткізуді жоспарлап отыр. Кезінде UFC 251 турнирінде қос жауынгер жекпе-жек өткізіп, төрешілердің шешімімен Бразил жауынгері жеңіске жеткен. Бұдан кейін Раулиан Пайваны 2022 жылы Жалғастың досы Сергей Морозов жеңіп, досы үшін кек алған болатын. Дәл қазір Пайва UFC-ден кеткен болатын. Сол үшін Жалғас Жұмағұлов осы жекпе-жекті көздеп отыр. Кезінде лас төбелескен Бразилді осы жолы нокаутпен жеңетініне сенімді. Бәлкім осы жеңістен соң Жалғас UFC-ге қайта оралатын шығар, кім білсін.
Түркістан қаласында өткен Алаш Прайд 92 турнирінде қос қазақ жауынгерлері чемпион атанды. Аңсар Қасымжанов қарсыласы Бектен Жиенбековті екінші раундта техникалық нокаутпен жеңіп, жартылай орта салмақта Алаш Прайд чемпион атанды. 4-0 рекордына ие Аңсар дұрыс бағытта жұмыс жасап келе жатыр деген ойдамыз. Дәл қазір бағы жаны болашақта Қазақстан ММА-сының басты жұлдыздарының біріне айнала алады. Ал Санжар Әділов өте тәжірибелі Гаджимурат Гасан Гусейновті төрешілердің бірау шешіммен жеңіп, аса жеңіл салмақта Алаш Прайд чемпион атанды. Қос қазақ батырларымызды чемпиондықтарымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жылда жаңа белестерді бағындырыңыздар. 2023 жылы біраз қазақстандық промоушендер көзге түскен болатын. Октагон, Найза, Алаш Прайд, Мерген және тағы басқалары. Жыл қорытындысы бойынша әлемдік Fight Matrix рейтингінде Октагон лигасы 18-ші орынға жайғасып отыр. 2023 жылы 30 турнир, 388 жекпе-жек өткізіп, 45 рейтингілі жауынгерлерге ие. Сонымен қатар жас жауынгерлерді тауып, олардан ағы жұлдыз шығарған болатын. 15 селекшн жұмысын атқарып, өздерінің лигасына біраз мықты жауынгерлерді қосты. Солай жыл қорытындысы бойынша Октагон лигасы нөмірі 1 қазақстандық және де нөмірі 1 орталық Азия промоушн атанды. Бұндай керемет нәтижемен Октагон ұжымын шын жүректен құттықтаймыз. Ал ең үздік жауынгерлерге толы Найза мен жергілікті Алаш Прайд лигаларына қалыспай, келер жылда үздік атануын тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің Telegram мен менің жеке Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.